Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге шоколадты пирог жасайтын боламыз. Ең алдыменен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Шоколадты пирогымыздың қоржығына 82% сары май, какао, қант керек болады. Ең алдыменен ұнымыз бен какаоымызды араластырып аламыз. Сосын сары майымызды күштен өткізіп қосамыз. Қант қосамыз. Жақсылап үгітеміз. Міне осындай қоңырқай түрі шығады. Сосын екіге бөліп пергамент төселген формамызға саламыз. Енді начинкасын жасайтын боламыз. Оған творог, жұмыртқа, қант және творожный сыр керек болады. Солардың бәрін бір ыдысқа салып, блендермен езіп шығамыз. Міне осындай начинкамыз дайын болды. Оны формамызға құямыз. Оның үстіне қалдырып қойған корждарымызды сеуіп шығамыз. Сосын 180 градуста 30-35 минут пеште пісіріп аламыз. Достар, менің рецептерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария бөліміне пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Міне шоколадты пирогымыз дайын болды. Қонақ келгенде немесе өзіміз шай ішкенге жасайтын тез дайын болатын пирогтардың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер, пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет.